Саламатсыз ба? Мен Абдулла қызы Мәншік, жалпы медицина факультетінің 3-ші курс студенті. Қол жуу. Қол жуудың мақсаты қолды түрлі микроорганизмдерден және тағам қалдықтардан тазарту және пациентпен қарым-қатынаста инфекциялық қауіпсіздікті сақтау мақсатында қолды тазарту және де қолды түрлі микроорганизмдердің көбеюінің жоюының алдын алу және де қолдың адамның жеке бас гигиенасын және тазалық сақтау мақсатында қолды жуамыз. Қолды жуудың шарттары: қолда білезік және сағаттар, түрлі сақиналар болмау, яғни бұйымдар, зергерлік бұйымдар болмау қажет, және де тырнақтар таза, алынған, бояу болмау қажет, және үстінде жасаған тырнақ жабыстырылмаған болу қажет. Қол жуу жалпы әрбір қимылы 5 реттен кем жасалмайды, және қол жууды жалпы өңдеу, қолды өңдеу 30 секундтан 1 минут аралығын қамтиды. Қолды қандай жағдайларда міндетті түрде жуу қажет? Яғни тағам өнімдерімен тікелей жұмыс жасардың алдында, және пациентпен тікелей қарым-қатынастың алдында, және тікелей қарым-қатынастан кейін, және де қолда, яғни әжетханадан шыққаннан кейін, және тамақтанардың алдында, сонымен қатар пациенттің жарақаттанбаған терісімен тікелей қарым-қатынаста болардың алдында және болғаннан кейін, және бұл инфекциялық аурумен ауыратын адамдарға қатысты емес, яғни бұлардан басқа адамдармен қарым-қатынаста, және де қолды түрлі ластану жағдайларында қолды жуамыз. Қол жууды бірінші қолды жуардың алдында кранды ашамыз. Бірінші жылы суға қолымызды шайып аламыз. Одан кейін дозатордан сұйық салынды құйып аламыз да қолымызды бір-біріне үйкелейміз. Одан кейін оң қолдың алақанымен сол қолдың сыртын үйкелейміз. Жоғарыдан төмен қарай 5 рет. Одан кейін екінші қолдың алақанында дәл осылай үйкелейміз. Одан кейін саусақтарын бір-бірінің арасына қойып, жоғарыдан төмен қарай үйкелейміз. Одан кейін қолымызды жұдырыққа түйіп, оң қолдың саусақтарының сыртын сол қолдың алақанына үйкелейміз. Және осы процедураны келесі қолға да қайталаймыз. Одан кейін сол қолдың бас бармағының негізінен ұшына дейін үйкелейміз. Және одан кейін білезікті үйкелейміз. Және келесі қолға да осы процедураны қайталаймыз. Одан кейін оң қолдың саусақтарының ұшын сол қолдың алақанына үйкелейміз. Және келесі қолға да осы процедураны қайталаймыз. Қолымызды жуып болғаннан кейін суға шаямыз. Одан кейін кранды лекпен немесе шынтақпен жабамыз. Одан кейін қолымызды құрғақ салфеткаға немесе мата салфеткаға сүртеміз. Болғаннан кейін қағаз салфетканы арнайы қалдықтар тастауға арналған А класына тастаймыз, ал мата салфетканы арнайы жуылатын контейнерге тастаймыз. Болды.